Ертеде Сүлеймен деген патша қарғаға былай бұйрық береді. Сен қарға, жер жүзін аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Құсты бас жағыма отырғыз. Таң атқанда ол мені ғажап әнімен оятсын дейді. Ал сен, кірпі, бір жұмсақ нәрсе тауып алып кел деп кірпіге бұйрық береді. Оны жастығымның үстіне, бетіме тақау қоямын. Құстың әнімен оянған кезімде бетім сол жұмсақ нәрсеге тиесін дейді. Қарға дүние жүзін аралап, көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ оған ешбір құстың үні ұнамайды. Оған бұлбұл да, басқа да құстар жақсы сайрай алмайтындай болып көрінеді. Даусы әдемі құс таба алмай, қарға қайғырады. Енді мені патша өлтіреді деп шаршап ұясына оралады. Анасын көрген балапандары қуанып қарқылдай бастайды. Олардың қарқылдағаны қарғаға сондай әдемі, сондай нәзік естіледі. Қарға қуанып балапандарын Сүлеймен патшаға әкеліп, бас жағынан ұя салып, соған отырғызады. Қарға Сүлеймен патшаға айтады: «Міне, дүние жүзіндегі ең әдемі сайрайтын құстар осы» дейді. Кірпі де дамыл таппай, жер жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді. Бірақ еш жерден таба алмайды. Ол да жалығып, шаршап, үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген балалары алдынан шығып құшақтай алады. Кірпі оларды бауырына қысады. Сонда оған балалары сондай жұмсақ болып сезіледі. Кірпі балаларын Сүлеймен патшаға алып келеді. «Міне, Сүлеймен патша, дүние жүзіндегі ең жұмсақ нәрсе менің балаларым» дейді. Қарға баласын аппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз сол заманнан қалған дейді.